Сәлем оқушылар, бүгін біз 9-шы сыныптың ағылшын тілі пәнінен тыржыбысын талдайтын боламыз. Бірінші бізде listening тапсырмасы тыңдалым. Бұл жерде транскрипт мәтіні берілген. Осы мәтіннен тапсаңыздар болады. Бірінші сұрақтардың жауаптарын айтайын. Did Diego Garcia play well last year? Жауабы no. Does Diego Garcia know who is playing in the final? No. Was the weather in France nice today? Yes. Was the weather in Tennessee nice today? No. Are foreign players playing in the golf tournament? Yes. Will the Jaguar driver start in the first position in the race tomorrow? No. You bet $10 on a victory for Pittsburgh. Are you happy today? No. Did Chicago win today? Yes. Келесі бізде reading тапсырмасы. Reading тапсырмасы хоббиға байланысты. Міне жақта сұрақтар. Say he likes his hobby. Қай параграфта не айтылғандығын табу керек. Біріншісінде D болады, екіншісінде talk about how often he plays it, with whom and where. B болады. State the name of his hobby. A. And mention what is needed to play it. C болады. Келесі бізде writing тапсырмасы, жазылым тапсырмасы. Бұл жерде бізде phrasal verbтерді дұрыс формада, дұрыс қалыпқа келтіріп қоюымыз қажет. Мына жақта gave up болады. Бұл бізде тастап кету дегенді білдіреді. I gave up junk food. I haven't eaten any chocolate for 2 months. Мен зиян тамақ тастап кеттім. Fast food деген сияқты тамақтарды деп айтып жатыр. I might try that, but I couldn't go without burgers. Мен бургерсіз жүре алмаймын дейді. You could down on дегеніміз бұл азайту, яғни қантты азайту дейді. Take up дегеніміз бір нәрсені бастау, You should take up sports, сен мына спортты бастауың керек, жасауың керек деген сөз. Just do it, turn off your computer, өшір компьютеріңді. Келесі бізде work out дегеніміз тренировка жаса спортпен айналыс деп жатыр, Келесі бізде спикингта 4 карта беріледі. Сіздерге сұрақтар беріледі. Мен мына жаққа оның примерно ответтерін жазып қойдым. Осы жақтан сіздер тапсаңыздар, қарап, осы жақтан жауап берсеңіздер де болады. Мінекей. Енді бұл бізде барлық сұрақтар. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басып кетсеңіздер болады. Каналымызға тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар. Алдағы уақытта тағы да тыржыбылар түсіретін боламын.